Трендке айналған селедка под шубой салатын рулет қылып жасауды білесіз. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін селедка под шубой салатын рулет қылып орап жасайтын боламыз. Бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін. Келесі видеода Алла қаласа холодец жасайтын боламыз. Бізге керек заттар: қызылша, сәбіз, картоп, жұмыртқа, майонез, майшабақ балығы. Достар, селедка дегенді қазақша майшабақ деп айтқаным дұрыс па, әлде басқа атауы бар ма? Сол туралы төменде комментарий қалдырыңыз. Картопты, сәбізді, жұмыртқаны үгіткіштен өткіземіз. Майшабақты ұсақтап тураймыз. Қызылшаны өте жұқа қылып, видеодағыдай тураймыз. Достар, менің каналымда көптеген пайдалы видеолар бар. YouTube каналыма кіріп көрсеңіз болады. Бұл салаттың негізі сан алуан варианттары бар. Орамай табаққа қатарлап салып жинасаңыз болады. Өте қолжетімді заттардан жасалады. Тойымды, тәбетті ашатын оңай салат. Туралған қызылшаны жайылған пищевая пленкаға әдемілеп жинаймыз. Жинағанда арасында ашық жер қалмау керек. Пищевая пленканың астына фольга жайдым. Ол орама жасағанда формасын ұстауға көмектеседі. Достар, менің видеом ұнаған болса, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Каналымның өсуіне ықпал жасаңыздар. Рахмет. Ендігі кезекте майонезді жағамыз. Видеодағыдай жасайым десеңіз, майонездің қабының бір бұрышын қайшымен қиғаштап кесіп аласыз. Не болмаса кондитерлік пакет арқылы жақсаңыз болады. Барлық заттарды кезектеп салып, арасына майонезді жағып отырамыз. Менің бір кеңесім, қызылшаның түсі қою болу үшін оны духовкаға пісіріп алыңыз. Бірақ ол ұзақ уақыт алады. Суға пісірсеңіз, ондеше оны міндетті түрде бітеудегі пісіріңіз, түсі суға кетіп қалмас үшін. Барлық заттарды осылайша жинап аламыз. Өте байыппен абайлап рулет қылып ораймыз. Дайын болған рулетті 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Мінекей достар, рулетіміз дайын. Әдемі табаққа салып, ас көкпен әрлейміз. Баршаларыңызға ас болсын, сіз де жасап көріңіз. Менімен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі видеода кездескенше аман болыңыздар.